Hristiyanlık dönemi ateizm секілді басқа діндер шынжайын бар. Бұл жерде большевиктерге қарсы жұмыс жасалып отыр. Жақсы, жарайды. Келесі. Буддизм христиан діндері болды. Яғни көпшілік Қытай югарына сенген жоғары ислам дінін осы 18-19 жылда ғасырларда бері жалғасып келе жатыр. Ең алғаш кезінде оларға дінге қатысы туралы шешім қабылдап, оларға бірақ олар ары қарай өрбімеген соң, оның ары қарай кейінгі басқа адамдар оларға қолдап, ислам дінін ары қарай дамытуға, басқа да ислам діндеріндегі жөнінде өз көзқарастарын айтып отырды. Және де олардың Сталиннің өз көзқарасы өзгере басталғаннан кейін ислам дініне ары қарай жалғастыруына үлкен үлестері қоса бастады. халықаралық аренада экономикалық және саясат тоқшалығының әсері тигізді. Капиталистік елдің қоршауында қалған КСРО үнем соғыс қатерінде болды. Елдің қорғанысын қабілетті монархияға мүлік бөлінді. Табиғи ресурстардың игерілуі. Екінші, кеңестік жоспардың экономикалық орталықтандыру. Қарап отырмызда мән беріп отырмызда. Құқығының дамуындағы беделі. Бесінші, ауыл шаруашылығын жаппай механикаландыру. Анықталу деген қарастырамызда, сол бойынша тез жаңағыдай әр жетістіктер мен кемшіліктерін жазып шығару. Еңбекшілердің бұл кемшілігімен жетістіктер анықтаймыз. Ол алып, бірінші болған үшін екінші топты яғни ғылыммен бағалау. Қайызы деген белмейді, бірақ ашашылық деген болмақ. Ашашылық деген болмақ. 29 болды.